Қайырлы күн, миллионерші оқырмандар. Бүгін сіздерге код миллионері дегеніміз не? Сол туралы қысқаша айтып өтейін. Нумерология бойынша жаңа технология десе де болады. Нумерологтар өздеріне жасаған соң, шынымен нәтиже болған соң, код миллионері жарқ етіп атақты болып шыға келді. Финансовый кодқа қарағанда, бұл кодтың нәтижесі мықты болып саналады. Неге десеңіз, өйткені финансовый код тек туған күннің сандарымен есептелінеді. Ал дәл сіз туылған күн дүниеге келген адам көп қой, сондықтан финансовый код әр адамға тиесілі болады. Ал код миллионері ол тікелей сіздің фамилия, имя, отчествоңызға байланысты, және де туған күніңіз бойынша есептелінеді. Демек, ол тек сіз үшін арналған деген сөз. Тек сізге тиесілі код. Сондықтан адамға мықты тікелей жұмыс жасай алады. Негізі адамдарға сенетін болсаңыз, бұл код адам басына мықты жұмыс жасайды. Миллионер кодты сізге не береді? Ризық несібені арттырады, берекелі етеді, табыс көбейтуге, ақшаның потогын ашуға, күтпеген жерден олжалы болуға, саудаңыздың жүруіне, клиенттер көбеюге, жаңа табыстар, жаңа жұмыстар, қысқасы сізге үнемі ақша келіп тұру үшін жұмыс жасайды. Код миллионері активация жасау үшін, оны жақсылап жұмыс жасату үшін өсіп келе жатқан айда жасау керек. Бұл финансовый код емес, басқа код. 5 саннан тұратын жұлдызша миллионер коды. Бұл өздеріңізде білесіздер, финансовый кодтың өзі жақсы жұмыс жасайды. Ал бұл финансовый кодтан да мықты код. Миллионер кодын есептетемін десеңіздер, сіздерге сыйлыққа финансовый код, сәттілік код және де байлық код сыйлыққа берілетін болады. Баршаңыз бай қуатты миллионер болыңыздар. Код миллионері есептету акциямен 1499 теңге. Комментке мен миллионермін деп жаза кетіңіз. Сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше аман сау болайық.